Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге мінсіз құймақ рецептісін ұсынамын. Осы уақытқа дейін қаншама құймақтардың рецептісін көрдім. Біреу көтерілмейді, біреу ортасы піспей қалады. Ал енді мына бүгінгі пісірілген құймақ өте идеальный деп айтсам болады. Менің айтқан секреттерімді видеоның соңына дейін көріп, жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге 250 грамм ұн қажет. Бірінші немесе жоғары сұрыптық ұн жарайды. 4-5 қасық қант, 250 грамм жылы айран, 2 жұмыртқа, жарты ас қасық сода және кішкене тұз қажет болады. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 3 салса жарайды. Жақсылап араластырамыз. Бұған бізге миксердің қажеті жоқ. Қол венчикпен немесе шаншқымен араластыра берсеңіздер де әдемі оладьи шығатынына сенімді түрде айта аламын. Кішкене көпіртіп алуға тырысыңыздар және қанты толығынша ерігенше араластырсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандағыңыздай осылай араластырып аласыздар. Енді осының үстіне біз жылы айранымызды құямыз. Айранымыз 250 грамм. Айранымызды да құйып, біршама араластырып аламыз. Қанты бар және жұмыртқаға. Оның үстіне шым-шым тұзымызды қосып, және тағы кішкене араластырамыз. Осы смесіміздің үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды толықтай қосып жібермеңіздер, өйткені біз консистенцияны қарап тұруымыз керек қамырымыздың. Осы салынған ыдыстағы ұнымызды бір араластырып аламыз. Қамырымыз түйіршік болып қалмауы керек. Мінекей әлі сұйықтау болып тұр, тағы да кішкене қосамыз. Ұнның массасына қарай сіздер 220 грамм, 210 грамм қосып қалуларыңыз да мүмкін. Мен бірақ жалпы 250 грамм ұн деп жаздым видеоның астына. Мінекей біздің қамырымыз өте қаймақ сияқты әдемі болды. Оның үстіне жарты содамызды қосамыз. Бұл соданы қосқан кезде ішінде бізде айран бар. Сондықтан 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Оға дейін біз табамызды қыздырып, кез келген майды құйып, осылай қасықпен оладьиларыңызды құйып шығасыздар. Және оның бетін жауып қоясыздар. 2-3 минут бойы беті жабылып тұрғаннан кейін ол бетінде осындай кішкентай тесіктер пайда болады. Ол дегеніміз біздің оладьиміздің асты пісті деген сөз. Енді екінші бетіне аударып қоя берсеңіздер болады. Мінекей екінші бетіне аудардым. Әдемі болып піскен бір беті. Енді екінші беті осындай болып тез-ақ піседі бірінші бетіне қараған кезде. Өте пышный, әдемі, идеальный оладьилардың рецептісі жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей біздің оладьиларымыз пісті. Енді алып, бұны тарелкамызға салып аламыз. Және майын тез сорғытып алу үшін құрғақ сүлгілердің үстіне салсаңыздар, тез майын сорғытып алуға болады. Енді дайын оладьилардың үстіне бананды, немесе шиені, малина, клубника, кез келген жидектер, немесе кез келген тосаптармен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бір істегеннен шығатын оладьи. Осы оладьиді жасап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де алда көптеген сіздерге пайдалы рецепттермен бөлісемін. Менімен бірге болып, менің каналымды қолдап жатқандарыңызға сіздерге алғыс білдіремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.